Корей елінде оқушылар тапсыратын тестті көрсететін боламын. Бұл тест Кореяның университетке түсуі үшін арналған тесттері. Бір қызығы, мектепте өтіп жүрген тесттеріне қарағанда ол сәл күрделілеу болады дейді. Негізі оны күрделі емес, логикалық тұрғыда ойлауға көмек беретін. Ол шынымен сол бағдарламаны оқыды ма жоқ па деген сұраққа жауап бергізе алатын тест деп айтсам болады. Мысалға, дәл қазір берілген есепте былай дейді: мына тұрған функцияны мына тұрған жерге қоя отырып, иә, осыны есептеу керекпіз дейді. Енді бала бұл кезде не ойлану керек, не түсіну керек деген сұрақ туатын болса, мына тұрған дүние негізі туындының формуласы ғой. Туындының. Тура туынды бұл. Сонда мына лимит h 0-ге ұмтылғанда деп жазудың керегі жоқ бұл жерде. Туындының орнына, иә, ішіне x-тің орнына 2-ні қойған кез десек болады. Ал енді бала туындыны қою екенін, оны білмесе не істейді дейтін болсақ, мына функцияға бірінші 2 плюс h-ты қояды мына x-тердің орнына. Сосын келесі 2-ні қояды, сосын h-ты соған бөледі. Бәрібір есептің жауабы бірдей шығады. Бірақ бұл есептен не айтқысы келеді ол кісілер? Ол баланың туынды екендігін бірден көре алады ма жоқ па, соны түсіндіруге не істейді екен, соны тексереді екен, иә, олар. Енді сонда біз кәдімгі қазақский вариантпен есеп шығаратын болсақ, кәдімгідей туынды ала саламыз бірінші. Туынды алатын болсақ, мына 3 алдына құлайды. 3x-тің квадраты болып қалады, мынадан 1 дәреже төмен түсіп кетіп, иә. Ал минус 7 дейтін болсақ, 7-ні жазамыз. Мына тұрған x не істейді? Жоқ болып кетеді. Ал санның туындысы 0-ге тең. Осыны қойдық, енді 2-ні қою керекпіз x-тің орнына. Өйткені туындының ішінде 2 тұр, иә. 3 көбейту 2-нің квадраты, азайту 7. Так, 2-нің квадраты 4, 4 3-ке көбейтсек 12, 12-ден 7-ні алсақ 5 деп мына белгіні, жауапты белгілейді екенбіз. Екі жолмен де шығарса жауабы бірдей болады негізі. Өздеріңіз функцияның орнына мынаны, келесіне 2-ні қойып есепті шығарып көріңіздер. Қате болып қалса оны жазыңыздар, бірақ қате болмайды 100%. Өйткені бұл итакта осы туындының формуласы. Ал енді тағы да бір сұрақтар туатын болса, комментарийге жазып кетіңіздер. Есеп түсінікті болды деген ойдамын. Ары қарай жалғастыр десеңіздер, оны да жазып кетіңіздер. Давайте.